де болды. Енді соның арқасында бізде алюминийдан кезінде біз 265 мың тонна алюминийді экспортқа жіберіп отырсақ, оны 30 мың ғана іште өңделетін 21 жылдар. Қазір былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 56 мың тоннадан астам алюминий күрделі өңдеуден өтіп, дайын бұйымдарға дейін жеткізілді. Олар есік, терезе және алюминий дискілер, тағы басқа зауыт фабрикалардағы алюминий бізге келіп осы жаңа айтып отырған зауыттарда тағы да өңделіп, есік, терезеге айналып жатыр ғой. Қосылған құны жоғары, дайын бұйымға дейін жеткізілді. Бізде осындай өңдеу зауыттар көбейген сайын экономиканың оң өсімі байқалатын болады. Біреуін ғана айттыңыз, тағы қандай өңдеу зауыттар бар бізде? Екінші мыс бойынша. Осы шараға мыс та қатысады. Мыс бойынша бізде жылына 450-500 мың тоннаға дейін мыс шығаратымыз. Енді сол былтыр сол іште өңдеу 12 мың тоннаға дейін көбейтілді. Шара басталған кезде 21 жылы 7 мың тонна ғана іште өңделетін. Ал былтырдың қорытындысы бойынша бізде мыс сымдар жасалды. Және де мыстың өзінің әртүрлі заттары бар, мысалы. Сип кабельдер, тағы басқа кабельдер көптеп шығарылды. Сол 12 мың тоннаға дейін жеткізілген жалпы. Одан бөлек тағы да осы жылдан бастап осы шараға біз мырышты қостық. Мырыштан жасалатын бұйымдарды көбейту мақсатында. Сонымен қатар аккумулятор. Біз қорғасын шығарамыз 110 мың тоннаға дейін. Енді сол қорғасынның қазіргі таңда 50%-ға дейін ішкі нарықта өңдеп автомобиль аккумуляторына жеткізе аламыз.